Сәлем досым, жаңа шолуға қош келдің. Киноның атауын описаниядан көре аласың. Менің видеоларымды 93.8% адам арнаға жазылмай қарайды екен. Егер саған қиындық тудырмаса, арнама жазылып кетсең екен. Бұл каналдың дамуына үлкен септігін тигізеді. Осылай шолуларды үзбей, барынша уақытлы салып отыруға тырысамын. Сенің қолдауың мен үшін өте маңызды. Ал ендеше шолуымызды бастайық. Талғат интернеттегі жарнама арқылы мопед сатып алады. Ол Самат атты досына барып, көлігін көрсетіп мақтанбақшы болады. Бірақ та жүрмей әбден қанын ішеді. Жүргізуге тырысып жатқандарында хулигандар келіп айнасын сындырып кетеді. Әрең дегенде мопедті оталдырып, олардың артынан түседі. Екеуі бар жылдамдықпен келе жатқанда тежегіш істен шығып оңбай құлайды. Оларды полиция алып кетіп, артынша Талғаттың анасы келеді. Оқудың ақшасына мопед алғанын білген өгей анасы жігітті шапалақпен тартып қалады. Ренжіген баласы бәрібір университет ақшасын төлейтіндей ақшамыз жоқ, сондықтан оқуды тастап кеттім дейді. Ертесіне жігіт үйінен кетіп қалады. Баласы үшін талып жұмыс жасап жүрген анасы оған хабарласқанымен ол телефонды алар емес. Талғат Кунсан қаласына келіп, Самал атты қызды байқап қалады. Шашын мазақ етіп тисе бастайды. Қыз бокспен айналысатын болғандықтан жігіттің ішінен ұрып отырғызып кетеді. Ол есін жиямын дегенше бұл жерден тайып тұрады. Қарны ашқан жігіт Қытай ресторанына келіп, лапша жемекші болады. Бұл жердің бастығы Қайрат мырза осында отыр. Сәлден соң Арман есімді курьер келіп, бірден ас бөлмесіне кіреді. Тарелочка. Одну тарелочку забыл забрать. Уақыт өте жігіттің ақшасы таусыла бастайды. Сондықтан ең арзан хостелге барып орналасады. Бұл уақытта Самат көзі жақсы көрмейтін апасына келеді. Бұл кісі ақша үнемдеу үшін қараңғыда жұмыс жасай береді екен. Келесі күні Талғат ресторанға келіп жұмысқа алуын сұрайды. Бастық жұмыстың қиын екенін және алғашқы 3 ай демалыссыз жұмыс жасайтынын айтады. Бірақ та бір жақсысы оған тұратын жер береді. Самат көшеде телефондарға қарап тұрғанда оның қасына бұрынғы танысы Данияр келеді. Ол жігітке жұмыс ұсынады. Екеуі жұмыспен сөйлесу үшін бастыққа қарай барады. Талғат ас бөлмесіне кіріп Дәуренмен танысады. Жас жігіт оған дөрекілік көрсетіп, шапалақ жеп ұйықтап қалады. Оны ресторан үстіндегі үйге көтеріп апарады. Таңертең тұрғанында қасындағы Дәуренді көріп шошып кетеді. Содан соң бірінші заказын алып жолға шығады. Самат болса коллектор болып жұмысқа тұрған екен. Олар қарызы бар адамдардан қалай болсын ақшаны алуы керек. Талғат алғашқы жұмыс күннен соң жұмыстағылармен бірге әңгіме айтып шай ішеді. Жігіт тағы да аспазды әзілге тыға бастайды. Сол үшін тағы да бір удар жеп ұйықтап алады. Ертесіне Самат коллекторлық ұйымның визиткасын таратып жүріп, Талғаттың анасы қиындыққа тап болғанын көреді. Ал Талғат кезекті тапсырысын апарғанда, ол тапсырыс Самалға тиесілі екен. Жігіт қызға әбден тиісіп, байқамай қыздың бір жеріне қолы тиіп кетеді. Ашуланған қыз тағы да жігіттің сазайын береді. Кешкісін әбден таяқ жеген Талғат үйге келеді. Оның түрін жігіттер көріп, бір күліп алады. Талғат жуынып жатқанда оған Самат қоңырау шалады. Телефонды Дәурен алып сөйлесе бастайды. Талғат жүгіріп келіп телефонды сөндіріп тастайды. Самат болса оның анасы жайлы айтқысы келген еді. Ас ішіп отырғандарында жігіт өзінің қыздан таяқ жегенін байқамай айтып қояды. Жігіттер әбден күліп оны мазақ етеді. Самал өз үйіне келген кезде бірге тұратын құрбылары жігіттермен отыр екен. Қыз оларды шығарып жібергісі келеді, бірақ жігіттердің ешқайда кететін ойлары жоқ. Осылай арпалыс басталып кетеді. Жігіттер қызды әбден сабап, соңында қыз бұл жерден қашып үлгереді. Талғат шатырда отырғанында жүгіріп келе жатқан қызды байқап қалады. Ол қыздан есебін алу үшін артынан қуа жөнеледі. Осылай жолда жігіттердің қызды алып кеткісі келгенін көріп, оған көмектеспекші болады. Арпалыс кезінде тұрғындардың бәрі оянып, хулигандар тайып тұрады. Жігіттер қыздың жарасын таңып береді. Қыз оларға алғысын айтып, үйіне қайтады. Талғат оның аяғында аяқ киімі болмағандықтан өзінікін береді. Талғат барын салып өз жұмысын жақсы атқарады. Самат та коллекторлық жұмысынан жақсы ақша таба бастайды. Бірнеше күннен кейін Талғат қызға тапсырыс апарады. Қыз болса рахметін айтып, аяқ киімін қайтарады. Ал жігіт тапсырыстың ақшасын алмастан кетіп қалады. Кешкісін жігіт алғашқы жалақысын алып, жұмыстағыларға жуып береді. Бастық жігітке сонша уақыт асыраған анасына хабарласуын сұрайды. Ал Дәурен әке-шешенің қадірі жайлы айтады. Жігіт тағы да әңгіме айтып, бір шапалақ жеп алады. Самат қарыз болған бір адамды қуып бара жатыр. Олар оны ұстап алып, жақсылықпен ақшаны қайтармасаң жаман болады деп ескертіп кетеді. Талғат ақыры демалыс алып, үйіне келсе анасы жұмыста екен. Сондықтан ол Саматпен жолығады.
Самат жігітке коллектор болып жұмыс жасайтынын және жақсы ақша тауып жатқанын айтады. Ол досына біздің жұмысқа кірсеңші деп сұрайды. Талғат қауіпті деп бұл ұсыныстан бас тартады. Содан соң анасына барып жаңа асхана алғанын біледі. Анасы бұл асхананы қарыз алып ашқан екен. Әйел баласына қайта оқуына қайтуын сұрайды. Бірақ та жігіт бас тартып өзінің жұмысы ұнайтынын айтады. Одан соң айлығын анасына беріп кетіп қалады. Сәлден соң асханаға бір жігіт келіп бұл ғимаратты бұзып кетуі мүмкін деп ескертеді. Самат бір асханаға келіп қарызын қайтаруды талап етеді. Бірақ та ол кісі қарызды қайтарудың орнына жігітті ұрып жығады. Осылай Самат басынан жарақат алып ауруханаға түседі. Талғат жолда келе жатқанында оны бір машина кесіп кетеді. Осының кесірінен ол да жақсылап таяқ жеп алады. Жұмысқа қайта келгенінде Самалдың осы жерге жұмысқа тұрғанын біледі. Қыздың барар жері болмағандықтан бастығы оған үйде тұруына рұқсат береді. Жұмыстағылар қыздың жұмысқа тұрғанын атап өту үшін караокеге келеді. Талғат далаға шыққанында хулигандарды кездестіріп олардан таяқ жейді. Осы кезде сыртқа Дәурен де шығады. Ол хулиганның бетіне чипси сеуіп, артынша барлығы қашып кетеді. Ауруханадан шыққан Самат кегін алмақшы болады. Ішімдікке тойып алған адамды әбден соғып, оған пышақ сұқпақ болады. Бірақ та дер кезінде ойланып, ісінен бас тартады. Кейінірек Қытай ресторанына хулигандар келіп қирата бастайды. Оларға Дәурен шығып шетінен шапалақпен ұйықтатады. Осы кезде полиция қызметкерлері келіп барлығын алып кетеді. Хулигандарды ұстап, жұмысшыларды босатып жібереді. Сөйтсе Дәурен бұрын мықты гангстер болған екен. Бірде әбден шаршаған жігіт ресторанға ішімдік ішуге келген. Осы уақытта ресторан бастығының өзіне қол жұмсап жатқанын көріп құтқарып алады. Екеуі әңгімелесіп, қызының қайтыс болғанын көтере алмағанын біледі. Осылай екеуі де жаңа өмір бастауға шешім қабылдапты. Самат жұмыс орнына келіп, адамдарды аяп, олардан ақша жинамайтындығын айтады. Бастығы басты қатырмай, өз жұмысыңды істе дейді. Ертесіне Талғат жұмысына келгенде гангстерлердің жүргенін көреді. Бұл уақытта Дәурен жоғалып кеткеннен кейін қылмыстық топты басқаруға алған жігіт аспаздан көмек сұрайды. Қылмыстық топтардың өзара қырылып жатқанын айтып, сенің авторитетіңмен барлығына тоқтау қойсақ дейді. Аспаз келісімін беріп, бұл жерден кетіп қалады. Самат Талғаттың анасының асханасын жауып тастағанын көріп, жігітке хабарласады. Жігіт Самалмен бірге асханаға келіп, оны жақын арада бұзып тастайтынын біледі. Ол болса Дәуренге хабарласып көмек сұрайды. Бірақ та ол басындағы проблемаларды өзің шешіп үйрен деп айтады. Дәурен жалғыз өзі қарсылас қылмыстық топтың басшысына келеді. Ол сөзге келмей, бұл жердегі барлық бандиттерді ұрып жығады. Бұл уақытта коллекторлық қызметтің адамдары Талғаттың анасына келеді. Олар жігіттің айлық ақысын көріп, әзірге осыны алайық деп оларды ұрып кетеді. Бірақ сыртқа шыққандарында жігіт анасымен бірге оларды жеңіп, ақшаларын қайтарып алады. Барлық проблемаларды шешкен Дәурен қайтадан аспаздық өміріне қайтады. Өкінішке орай Талғаттың үйін тартып алып, анасының асханасын бұзып тастайды. Олар уақытша Саматтың үйінде тұрады. Анасы екеуі тіл табысып, ақыр соңында жақсылыққа жететініне сенімді болады. Осымен киноның соңы. Егер ұнаған болса, арнаға жазылып лайк баса кет досым. Келесі кездескенше.